жаңа Қазақстанға арналған конституциясын қолдаймыз деп жүрген ана 200-ді тарихта аты қалатын жаңа халық жауының бірі Мөлдір Нұрман деген журналист шақырып беріңдерші маған, сөйлесейін. Болар емес, аяғыма шұбатылып мен парақшам оған қызық болып жүр ау деймін. Қайыршы 200-ді. Әкемейші ме тамағымды? Айнеш. Бекер жасады. Сорлы дейді. Кім сорлы? Мөлдір Нұрман ба? Сорлы ма не ол? Білмейді кім сорлы екен. Рахмет әке. Астына жазып отыр сорлы деп. Келіңіздер, Райымбек аға. Қандай тақырыптарды талқылайық? Ертең жұма күні Қазақстан Астана сағатымен 19:30-да YouTube каналда прямой эфир болады. Сол кезде қандай тақырыптарды талқылағанымызды қалайсыздар? Астына жазыңыздар. Біздің талқылайтын басты тақырыбымыз осы жаңартылып жатқан конституциялардың баптарын талқылағымыз келіп отыр. Жаңағы Нурикті тығасаңыздаршы, анаңа бер, қызыңа бер, одан артылса қатыныңа бер, жарай ма, Нурик? Одан бөлек вице-президент Дариға Назарбаева болады ма деген тақырыпта біз ертең ала қаласа жұма күні Қазақстан сағатымен, Астана сағатымен 19:30-да тікелей эфир өткіземіз, саған берем дейді. Нурик, өзің анаңа бер, қызыңа бер, артылса қатыныңа бер, жарай ма? Еге бол. Ораза жайлы айтпайды екем. Оразаны тұтсаңдар, каждыйың өзің үшін тұтасыңдар. Ол сендердің лишний денсаулықтарға көңіл бөлгендерің. Без одолжения тұтасыңдар ма, өздерің үшін тұтыңдар. Мен үшін тұтпайсыңдар оразаны. Ораза туралы имамдар айтады. Нұрик өшеде шығарып көрсетсей? 7 сағат ұйықтайды екен бәрі. Кел, бейшара өз елінен қашып жүрген дейді. Кіші жүз табын. Ай, сорлар ай. Менің өміріме қызығып жүрсіңдер ғой. Бейшараны айнадан қарап, Каспий рейдке жаңағы продукт алып, бала шағаларыңды халықтың садақасымен асырап, нағыз бейшара сендерсіңдер ғой. Сендер білесіңдер ма? 12 мүшесі сау мүгедексіңдер ғой. Халықтың садақасына өмір сүретін. 12 мүшесі сау мүгедек. Адал нанын тауып жеуге шамасы келмейтін мүгедектер. Рысбаланың жендеттері. Сендер ма? Құдай сендерді 12 мүшелеріңді сау қылып тұрып мүгедек қып қойған ғой. Себебі балдарыңды адал еңбекпен жаңағы асырай алмайсыңдар. Халық болмаса, халықтың қалтасындағы садақа болмаса, сендер кім едіңдер? 12 мүшесі сау мүгедектер. Сәлем. Евро бұлардың валютасы. Нағыз миы мүгедек келді мына жерге. Талисман деген мүгедек келді. Нұри, сенің айтқан әңгімеңді мен бір жеріме де қыстыған жоқпын. Бір жеріме қыстыған. Маған бәрі ғой. Білесіңдер ма? Маған 2 қойың 1 евро, ешкің тегін ғой. Жаза беріңдер. Түсіндіңдер ма? Қайырлы күн.
Потому что мен білем ғой, сен ол нәрсе маған жегізбек түгілі, сен мені көргенде 100 метрден қашатын боласың ғой. Ішіп алғансың ба деп, тойып алғым, сүт жайған. Иә. Жоқ, анау челенді қойып қойыпты ғой, ят болады енді, онысын қайта-қайта оны көрсете бергенім халыққа. Әрине қылмыскер Тоқаев. Қылмыскер Тоқаев екен Тоқаев қылмыскер екен өзі дәлелдеп қойды ғой. Халыққа оғат деп, дұрыс па? Сені жақсы танимын дейді. Россия. Дұрыс болып жақсы танысаң. Тоқаев жасасын, Назарбаев жасасын, қазағым жасасын дейді. Жасасын. Тоқаевта, Назарбаевта өлмесін қазір. Потому что Назарбаевтың, Тоқаевтың мойнында бірнеше жүз қазақтың қаны бар. Ол екеуін аяғын аспаннан келтіріп, бүйтіп сілкілеп, ана қаңтарда, жаңа өзенде, 16 желтоқсанда өлген қазағымыздың қаны үшін жауапқа тартуымыз керек. Сондықтан олардың қазір өлуге де құқысы жоқ. Олар міндетті түрде жауап беру керек жасаған қылмыстарына, жасаған қиянаттарына. Жарай ма? Жасасын. Ел тұрғанша тұрсын. Мен олардың халсіз күйін көргім келеді. Екі аяғын аспаннан келтіріп тұрып, бұлай сілкіген түрін көргім келеді. Әрбір қылмысына жауап берген күнін көргім келеді. Анау әйелге штраф салып қойды. Қайсы әйелге? Айтқыр, қайсы әйелге? Мынау үшін таза кіресің ғой, бүгін түне зәртеу болып жатты. Оларға өлуге ешкім құқық берген жоқ, потому что олар ішкен жегенін, ұрлағанын, жырлағанын елге қайтару керек. Қолдарымен жасаған қылмыстарын мойындап, жаңағы Айкөркемдей қызымыздың қаны үшін жауап беру керек. Қойт оларға өлуге мүмкіндіктері бар деп. Келіңіздер енді эфирға. 430 болдық, келіңіздер эфирға. Жазылмай жатыр. Жұма күні 16-12 инфо YouTube каналында тікелей эфир өтеді. Қандай тақырыптарды талқылағанымызды қалайсыздар? Жастар, егер сіздерде бір жаңалықтар, идеялар болса, біздің жекемізге жазыңыздар. Еліміз үшін қандай да бір өзгерістер жасағыларыңыз келсе, қызмет жасағыларыңыз келсе халыққа, бізге айтыңыздар. Бір бастан екі бас жақсы. Жарқын болашақ үшін бірге күресейік. Маған готова деп шығарып тұр. Қабылданды ма енді? Көрінді ма? Жаз жеріңізші, Майра апа. Бай болғырдық ай. Болмайын деп тұр бүгін. Бүгін болмайын деп тұр бұл. Көрінбей тұр ма? Түсінікті. Қызым, әкеп берсен аны жұтып алайын. Кім сөйлейді, келіңіздер. Біреуді сөйлетіп қойып тамақшы алайын мен. Мына түсіп кетті тағыдан. Тағы бір жемейді. Ау? Тағы бір бар. Ай, жоқ, жемейді. Енді мына үкімет түк таппағандай, ана кімді бір әншіні наркоман қылып шығарыпты ғой да? Түк таппағандай. Еш нәрсе өтпей жатыр халыққа ше, халыққа еш нәрсе өтпей жатыр. Ананы ажырастырды, ананы ұрғызды, ананы қорлатты, ананы зорлатты. Енді анау жаңағы кім бар еді? Құдай берген. Кім еді? Қазақ әнші жігіт. Соны Ерболат. Ерболатты енді наркоман қылып шығарыпты ғой. Маған десе түрсүйлерін теріс қаратып киіп алса да бәрібір екен бұл үкіметтің ше. Қайсарды іздеді дейді. Қаракесекте. Қаракесек емес. Кім ғой анау? Әкесі несі? Рас айтам, Мариям ханым. Бұлар
әбден уже не істерлерін білмей сандырақтап ит пен құсты ажырастырып, сол әншілері бір айтамын ғой мен сіздерге, әнші менен жезөкше соғыста да көңіл көтеру үшін пайдаланған да, көңіл аудару үшін пайдаланған. Жезөкше мен әншілердің қызметі сол. Қазір енді бізде ақпараттық соғыс болып жатыр елімізде. Мына әнші мен жезөкшелерді тықпалап өлді Тоқаевтың жүйесі. Ханым, біздер деген 21-іне деген бейбіт митингге беріп қойдық. Негізі заң бойынша 3 күн ішінде деген кері хабар беру керек еді Астана қаласы бойынша. Әлде де Астана қаласы әкімдігінен кері жауап алған жоқпыз. Енді бәріне деген бүгін ЦИК-тің басшысы айтты ғой, бейбіт митингке мына конституция бойынша деген өздеріңіздің келіспеушіліктеріңіз болса, ашық ойыңызда айтқызуға бейбіт митингін өткізуіңізге рұқсат беруге болады деп. Сол мақсатта біздер алдын ала деген бейбіт митинг өткізу бойынша арызымыз жібердік. Көшірмесін көрсетіледі. Білмейміз енді, күтіп отыр кері жауапты. Ертең Астана қаласының ішкі саясат басшысымен сөйлесеміз осы бойынша. Ертең уже 5-ші күн болады, біздің деген арыз тапсырғанымыз бойынша. Әлгінге дейін неге 3 күн ішінде деген жауабымызды ала алмадық, сол бойынша ақпарат алуға тырысамыз. Арызымыз бар. Айта беріңіз Жалғасаға, ақберен. Астана қаласы бойынша бізде деген өтініш жазғанда 500-дей адам жинаймыз дедік. Бұл қандышты. Құдайберген ұлы және ана Пушкин қиылысында саябақ бар екен Астана қаласында. 1000 адамға дейін сол жерде бейбіт митинг өткізуге мүмкіншілігі бар екен. Сол бойынша біздер деген арыз бердік. Қазір кері жауап күтіп отырық. Басқа айтатын жауабым жоқ. Енді сізге деген сол өтінішіміз, арыз өтінішімізді сізге жеке WhatsApp-қа жібереміз. Жалғас, айта беріңіз. Мә, түсім сырқытаған ес. Енді конституция бойынша да көптеген баптармен біздер келіспейміз. Біріншіден 9-да 2-ші бап бар. Одан бөлек президенттің деген өз өкілеттігіне ешқандай жауапкершілікке тартылмайтын жөнінде. Себебі заң алдында бәріміз бірдейміз, теңбіз. Соны ескере отырып, билікте отырған азаматтар әрбір өзінің іс әрекетіне жауапты деп, және сол үшін деген халық алдында жауап беру керек деген негізі ұғымды енгізу керекпіз. Ол содан кейін еңбек заңнамасын, содан кейін ол жерде еңбек заңнамасында да кейбір өзгерістер бар. Енді халық деген оны деген бізде деген ол енді шыны керек жылдам шешім болды. Әрбір баптар бойынша деген халықпен деген кем дегенде мына Еуропа елдерінде
бұл әрбір конституцияны өзгеріс енгізгенде кем дегенде 1 жылдың үстінде деген пікірталас болады. Әрбір өңірлерді айналып, ауыл округтарын айналып, көптеген біздің ауылдық округтарды білесіз, еліміздегі деген интернетпен қамтамасыздықтан көптеген адамдарымыз ақпаратты білмейді. Осы конституцияға өзгеріс енгізіп жатқан жөнінде. Соларға деген өз